Құрметті досым, ақша энергия. Біздің ақшаға деген көз қарасымыз, наным сенімдеріміз өзгергенде ғана бізге өмірімізде ақша пайда болады. Ақшадан кешірім сұрау, ақша туралы наным сенімдерді өзгерту және ақшаны қабылдау техникасы. Көзді жұмамыз, терең 3 рет дем алып, денені бос ұстаңыз. Артық ештеңе ойламаңыз. Бұл жаттығу кезінде сіздердің тәндеріңізде қандай да бір реакция болуы, ол қалыпты. Мән бермеңіз. Егер көзден жас шыққан болса, ол блоктардың шығуы. Онда ол жақсы. Олай болса кеттік. Терең 3 рет тыныс алғанбыз. Бастан аяққа дейін денені бос ұстаймыз. Қаласаңыз жатыңыз, қаласаңыз отырыңыз. Ең бастысы, ешкім кедергі келтірмейтін өзіңізге ыңғайлы уақыт болғаны дұрыс. Ақша қиын жолмен келеді деген ойым үшін ақшадан кешірім сұраймын. Ақша табуым керек деп өзімді жоғалтқаным үшін ақшадан кешірім сұраймын. Көп ақша табу мүмкін емес деген ойым үшін ақшадан кешірім сұраймын. Ақша жетпеген сәтте ашуланғаным үшін ақшадан кешірім сұраймын. Үлкен ақшаға лайық емеспін деген ойларым үшін ақша, сенен кешірім сұраймын. Ақша қолдың кірі деген сөзім үшін ақшадан кешірім сұраймын. Ақшам барда дұрыс қуана алмағаным үшін ақшамнан кешірім сұраймын. Ақшам бітіп қалады деп қорыққаным үшін ақшадан кешірім сұраймын. Ақшаға сирек рахмет айтқаным үшін ақшадан кешірім сұраймын. Ақша мені жақсы көрмейді деп ойлағаным үшін ақшадан кешірім сұраймын. Ақша жамандық шақырады деген ойым үшін ақшадан кешірім сұраймын. Ақша табу үшін күш салу керек деген ойым үшін ақшадан кешірім сұраймын. Ақша үшін тәкаппар болғаным үшін кешірім сұраймын. Ақшаны сақтап көбейте алмағаным үшін кешірім сұраймын. Ақша мені бұзады деген ойым үшін кешірім сұраймын. Ақшам көп болса да, ел қызғанады деген ойым үшін кешірім сұраймын. Ақша үшін ардан аттағаным үшін кешірім сұраймын. Ақша табатын адамдарды сөз еткенім үшін кешірім сұраймын. Ақшаға деген сенімім, сезімім болмаған үшін кешірім сұраймын. Ақшаны кейде жек көргенім үшін кешірім сұраймын. Ақша үшін ұрсысқаным үшін кешірім сұраймын. Ақшадан бақытты сәттерімді бағаламағаным үшін кешірім сұраймын. Ақшалай сыйлықты қабылдай алмағаным үшін кешірім сұраймын. Затыма ақша жетпегенде ақшаға ренжігенім үшін ақшадан кешірім сұраймын. Ақшамды ретсіз жұмсағаным үшін ақшадан кешірім сұраймын. Ақша құнсыз деп ойлағаным үшін кешірім сұраймын. Ақша қарым-қатынасты бұзады деген ойым үшін ақшадан кешірім сұраймын. Ақша алғанда қуанбағаным үшін кешірім сұраймын. Ақшаға қалай болса солай қарым-қатынас жасағаным үшін ақшадан кешірім сұраймын. Қарыз ақшамды сұрай алмағаным үшін ақшамнан кешірім сұраймын. Өзіме тиесілі ақшамды сұрауға ұялғаным үшін кешірім сұраймын. Әңгіме арасында ақшам жоқ
деген сөзім үшін ақшадан кешірім сұраймын. Ақшаны ақымақтықпен жұмсағаным үшін кешірім сұраймын. Ақшаны жинай алмағаным үшін ақшамнан кешірім сұраймын. Ақшасыз қалам деген қорқынышым үшін ақшадан кешірім сұраймын. Ақшаны арам жолмен тапқан сәттерім үшін ақшадан кешірім сұраймын. Мен де ақшаны кешірдім. Ақша маған негатив ситуация әкелгені үшін ақшаны кешірдім. Ақша өмірімді сұмдық жағдайға өзгерткені үшін ақшаны кешірдім. Маған керек кезде ақша менде болмағаны үшін ақшаны кешірдім. Мені жек көрген үшін ақшамды кешірдім. Өзіне тәуелді еткені үшін ақшаны кешірдім. Жанымнан өтіп басқа адамға кеткені үшін ақшаны кешірдім. Ақшаға жету үшін қиналған сәтімді кешірдім. Өзгелерге оңай берілмеген үшін кешірдім. Ақша үнемі жетпей қала берген үшін ақшаны кешірдім. Өзгелерге оңай берілгені үшін ақшаны кешірдім. Адамдармен қарым-қатынасты бұзғаны үшін ақшаны кешірдім. Керек сума келмегені үшін ақшаны кешірдім. Ақша үшін бала кезде ұрыс естігенім үшін ақшаны кешірдім. Жақынымнан ақша үшін ренжіскенім сәтімді кешірдім. Мәнсіз өмірім үшін ақшаны кешірдім. Ақша тез таусылып қалатын үшін ақшаны кешірдім. Ақша табам деп өзіме көңіл бөлмегенім үшін ақшаны кешірдім. Ақша менде көп тұрақтамағаны үшін ақшаны кешірдім. Ақша арам жолмен келген үшін ақшаны кешірдім. Сүйікті жұмысымнан аз тапқаным үшін ақшаны кешірдім. Ақша үшін қиындықтар бола бергені үшін кешірдім. Енді ойымыздағы дұрыс емес наным-сенімдерді өшіреміз. Біздің ойымызда сырттан қалыптасқан дұрыс емес бізге қажеті жоқ установкалар бейсанамызда жазулы. Сол установкаларды өшіргеніміз абзал. Ақша туралы негатив ойымды өшірдім. Ақша жетпегеннен негатив ситуация болғанын өшірдім. Ақша қиын жолмен келеді деген ойымды өшірдім. Ақшасы көп адам ұрлықпен табады деген ойды өшірдім. Ақша тек байларда ғана болады деген ойымды өшірдім. Ақшаны арам жолмен табу керек деген ойымды өшірдім. Ақшаны елді алдап табады деген ойымды өшірдім. Ақша қиналып тапқанда келеді деген ойымды өшірдім. Ақша жайдан жай келмейді деген ойымды өшірдім. Ақша әлемде таусылып қалады деген ойымды өшірдім. Ақша бәріне жетпейді деген ойымды өшірдім. Ақша табу үшін қылмыс іс істеу керек деген ойымды өшірдім. Ақшалы болу үшін ардан аттау керек деген арам ойымды өшірдім. Ақша табу үшін 24 сағат жұмыс жасау керек деген ойымды өшірдім. Ақша табу үшін күлмеу керек деген ойымды өшірдім. Ақша табу үшін өмірден ләззат алмау керек деген ойымды өшірдім. Ақша
ақша табу керек. Ақша табу қарым-қатынасты бұзады деген ойымды өшірдім. Ақшаны табу керек. Ақша үшін тынбай еңбектену керек. Сол кезде ғана ақша табылады деген ойымды өшірдім. Ақшаны табамын деген сайын ол қашады. Біз ақшаны таппаймыз, біз табамыз деген сайын ақша бізден қашады. Ақша энергетика. Оның орнына мен ақшаны келтірдім деген наным сенімді енгізген дұрыс. Алдағы уақытта ақша үшін уайымдауды тоқтатамын. Ақша энергия. Мен өзімді бақытты сезінсем, сол кезде ғана бізге ақша табылады, ақша келеді. Ақша жоғарғы энергияда өмір сүретін, ақша жоғарғы энергияда болатын вибрация. Ең дұрысы, сіз жоғарғы энергияда өмір сүргенде ғана ақшаның өзі сізге тартылады. Олай болса, қабылдаймыз. Мен өмірімдегі қажеттіліктерді алуға лайықпын. Мен қажетті суммаға лайықпын. Менің ақшаға құрметім жоғары. Мен ақша потогына ашықпын. Ақша потогы маған ашық. Мен ақшаны жақсы көремін. Ақша да мені жақсы көреді. Мен ақшалы адамдарды сыйлаймын. Ақша маған көп мүмкіндік әкеледі. Ақшаға деген көзқарасым тамаша. Құрметті досым, осы установканы 3 күн қатарынан тыңдап, іштей қайталап, сезініп, айтқан сайын күлімдеп, қабылдап, ақшаны образ ретінде елестетіп, кешіре білсеңіз, негативті установкаларды өшіріп, ақшаға деген дұрыс қарым-қатынасты миыңызға сіңдірсеңіз, сіздің өміріңізде ақшалар потогы ашылып, ақшалар келе бастайды. Ақшаның өзі сізге тартыла бастайды. Олай болса, сізге сәттілік тілеймін. Ақшаңыз көп болсын, бай қуатты, дәулетті өмір сүріңіз.